أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ассаламу алейкум құрметті көзқарақты көрермендер. Бүгінгі бейне уағызымыздың тақырыбы жүрек кеселдері турасында сөз қозғамақпыз. Жүректің кеселдері көп. Кейбір ғалымдар айтқандай, адамның жүрегіне кіретін 6 есік бар дейді. 6 есік бар. Соның бірі көз, екі құлақ, мұрын, ауыз деген сынды нәрселер. Яғни бұның бәрі сіздің жүрегіңізге неше түрлі ауруларды, неше түрлі дерттерді кіргізуі ықтимал. Мысалы, оның бірі ғайбат. Ғайбаттың 2 түрі бар. Оны тыңдау бар, оны айту бар. Екеуі де күнә. Сіз ғайбат айтатын болсаңыз, бір адамның ар-ұжданына кіріп кетесіз. Ол адам сізді сол бір сөзбен еске алғанын жақсы көрмейтіндей істермен еске аласыз. Бұл ғайбат. Оны сіз тіпті мен кездессем бетіне де айтам, тіпті өзіне де айтам, ұялмайым, қысылмайым десеңіз де ол ғайбат болады. Оның артынан айтылған сөз, оның ар-ұжданына тию, оның кемшіліктерін айту, оның болмайтын бір қылықтарын айту, яғни бұл ғайбат, бұл күнә. Екінші күнә түрі ғайбаттың тыңдау. Сол бір айтылып жатқан жерде сіз де отырасыз, сол айтқан нәрсеге разы болып отырасыз. Міне бұл да күнә. Ғайбатты айту күнә болғаны секілді, оны тыңдау да күнә. Бұл жүректің кеселі, жүректің дерті. Екінші мәселе ол көз. Көзбен қандай да бір күнәлі іске қарау, қандай да бір Алла тағала рұқсат етпеген нәрселерге көз салу. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде Алла тағала көздің қиянаттарын біледі дейді. Яғни сіз ешкімге көрсетпесеңіз де, ешкімге білдіртпесеңіз де, Құдай оны біліп тұр, Құдай оны көріп тұр деп сенуіңіз керек. Бұл ихсан. Алла тағала сені ылғи бақылап тұрғанына білу, Алла тағала сені көріп тұрғанын ылғи сезу, бұл ихсан дәрежесі. Яғни бұл кеселдерден арылудың ең бір керемет жолы Алла сені, яғни мені, бізді, жалпы баршамызды бақылап тұр, Алла тағала бізді көріп тұр деген сеніммен өмір сүру, бұл сіздің жүректің кеселдерінен арылуға әкелетін үлкен бір рухани көпір десек болады. Қашан біз осы дәрежеге жетеміз? Қашан біз осы бір дәрежеге өтеміз? Осы бір жүректің дерттерінен арылуға бізде мүмкіндік болады. Енді пенде әрқашан үлкен бір сынақтың ортасында жүреді. Біздің бұл жолда жеңіп шығу тәсіліміз ылғи сол бір кеселдерден, нәпсінің қалауларынан күресіп өту. Бәлкім сіз өмір бақи күресіп өтетін шығарсыз. Біреулер өмір бойы арпалысып өтуі мүмкін. Данышпандар айтқандай, өмір деген өмір бойы әзәзілмен арпалыс дейді. Қандай да бір сынақ келіп қалады. Бірақ мұсылман адамның оның артықшылығы осы бір нәпсінің қалауларынан нәпсіге еріп кетпей күресіп жүру. Кейде нәпсіге беріп қойған кезде дереу тәубе ету. Алла тағала Құран кәрімде я аyyuhallazina amanu тубу илаллахи таубатан насуха. Иман келтіргендер, Алла тағалаға шынайы түрде тәубе етіңіздер. Яғни ынта-шынтамен берілген халде тәубе етіңіздер. Фәса роббукум юкаффир анкум сайятикум. Алла тағала бәлкім сендердің істеген қате күнә кемшіліктеріңізді кешірер, жәннатқа кіргізер деп аяттың жалғасында келеді. Міне, қандай да бір дертпен күресудің ең бір тура жолы ол әрқашан сол нәрсе Алла мені көріп тұр деу. Одан бөлек тағы да жүректің кеселдерінің бірі бұл қоғамдық дерттер. Бұл қоғамдық дерт болмастан бұрын бірінші адамның ішінде болады. Одан кейін ол отбасына шығады, отбасы қоғамға шығады деген секілді. Ол құмар ойындар, ол ішімдіктер, ол нашақорлық, бұның барлығы үлкен дерт. Бұл барлығы жүректің дерті. Адам өз-өзін тия алмау, өз-өзін ұстай алмау, адам ерік беріп қоюы бұл нәрселерге, құмар ойындарға ерік беріп қою, қайта-қайта сол нәрсеге түсіп қалу, қайта-қайта құмардың кеселін біле тұра, оның отбасыңа, оның сенің финанстық, материалдық жағдайыңа зиян беретінін біле тұра, адам өзін алдайды. Тіпті намаз оқи тұрса да, ораза ұстай тұрса да, мұсылман бола тұрса да, осындай нәрсеге түсіп қалып жатады. Бәлкім бұның барлығы мен бір рет көрейін, бір рет ұтыс шығарып алайын, қарыздарымды
өтеп тастайын, одан кейін жоламайын дегенмен басталуы мүмкін. Яғни бірінші сіз өзіңізге ерік беріп қоюыңыз, бірінші өзіңізді жеңіл көруіңіз бұл нәрсеге артынан сіз үлкен бір дертке шалдықтыруы мүмкін. Оның барлығы айналып келгенде жүректің кесапаттары, жүректің кеселдері, жүректің дерттері болып қалады. Міне осы нәрседен сақтану үшін мені Алла көріп тұр, Алла бақылап тұр. Момын ретінде бұл нәрселерге бас сұғуым әділетсіздік болады. Менің мұсылмандыққа әкелетін үлкен қиянатым болады деп өмір сүру керек. Өйткені сізге қарап қоғам мұсылмандарға баға беретіні белгілі. Адам өзін дін идеалды, мен идеалды емеспін деп өзін қандай да бір жамандықтан құтқара алмайды. Сіз де бұл қоғамның бөлшегісіз, сіз де бір мұсылмансыз, сол үшін де сізге қарап, бізге қарап қандай да бір пенде дінге баға береді, діннің кемелдігін көрсету ол біздің қолымыздағы нәрсе. Осы үшін Алла тағала баршамыздың жүректің кеселдерінен сақ болып, жүректі әрқашан емдеу жолында Алла мені көріп тұр, Алла мені бақылап тұр, яғни ихсан жолында жүруді баршамызға нәсіп етсін.